Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге осындай лаха балығы, яғни сом деп айтамыз, ақшайын балығынан осындай қалай маринаттайды, соны көрсеткім келіп отыр. Негізі балықтың дәмін келтіретін мариновкасы болады, яғни приправаларменен, тұзбенен қалай жасалатынын көрсететін боламын. Бұл әдіс өзім повардан үйренгенмін. Осылай жасап көрсеңіздер өте керемет болады. Алдыменен бізге осындай балықтарымызды ыңғайлы етіп өзімізге бөліп аламыз. Бөліктерге, яғни менде бұл жерде тұз және де универсал, яғни әмбебап приправа. Бұл дос екеуі жеткілікті болады. Менде әмбебап приправасының екі түрлісінен болды. Соны саламыз. Тұзы аз болып қалмасын. Балықтың тұзы кішкене өткірлеу болса, дәмі әдемі шығады. Барлық балықтарымызды енді осылай тұздап алатын боламыз. Менің жаңағы көп жерлерде көрген рецепттерімнен өзгеше, яғни бұл балық етін қуырғанда немесе духовкаға пісіргенде құрғақтау болады. Сол себепті осы мариновка алдын ала және пістемай сұйық құйдым. Жаңа видеоға түспей қалыпты. Сұйық құямыз, жаңағы тұз приправаларменен 1-2 сағат сіңгенше қалдырамыз. Енді қалауларыңыз бойынша оны осылай майға пісірсеңіздер де болады. Жаңағы мариновка менен шашлык етіп, балықты майдалау етіп кесіп турап шашлык етіп пісірсеңіздер де, немесе жаңағы барбекюға салып пісірсеңіздер, духовкаға салып пісірсеңіздер, барлығына жарай береді. Менде аз ғана бөлігін қуырдым. Және қалған бөліктерін духовкада, яғни пеште қызанақтарменен арасына лимон салып пісіріп алсаңыздар болады. Өте жұмсақ балық, тез піседі. Сазан балығына қарағанда арасы ақ ет болып, яғни тез пісетін болады. Немесе майды аздау етіп пісіріп алсаңыздардан болады. Піскеннен соң міндетті түрде ақ салфеткаға, яғни қағаз салфеткамызға қойып аламыз. Майды қатты жемейді, өзінде майлы жерлері бар бұл балықтың. Сол себепті духовкаға пісірген маған қатты ұнады. Және де осындай барбекю түрінде де жасағанбыз. Ол да өте дәмді болып шығады. Мінекей осылай көрсеттім, және де духовкада піскенде түрі бар, өте керемет болып шығады. Дәмі енді өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер.